Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі математика пәнінен жаңа тақырып өтетін боламыз. Жаңа есептер шығарамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қосу және азайту. Бүгінгі сабақта 100-ге дейінгі сандарды толық жүздіктерді қосуды және азайтуды қайталайтын боламыз. Бірге есептеп үйренеміз. 37 мен 3 санының қосындысы. Ол үшін 37 санын 30 мен 7 сандарының қосындысы түрінде жіктеп аламыз. Енді оны өрнек түрінде 30-ға қосамыз. 7 мен 3-дің қосындысын өрнегі түрінде жазып, бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 7 мен 3-дің қосындысының мәні 10. Енді 30 мен 10-ның қосындысы 40-қа тең болады екен. Бізге есептеудің тиімді жолы. Оқулықтағы осылай берілген өрнектерді өз алдымызға осы жолмен есептеп үйренеміз. Тағы да сонымен қатар екі таңбалы сандарды баған түрінде қосуды және азайтуды еске түсірейік. Баған түрінде жазып, есептеп дұрыстығын тексереміз. 35 санына 55 санын қосамыз. Бұнда бізде шамалар бар. Шамалар жазылғанда саннан кішірек болып жазылады. 35 сантиметр мен 55 сантиметрдің қосындысы бірінші шамаларды жазып қоямыз. 5 пен 5-дің қосындысы 10, 0-ін жазамын, 1-і ойда. 3 пен 5-дің қосындысы 8, ойдағы 1 мен 10 болады екен. 9 болады, кешіріңдер балалар. Сонда 35 сантиметр мен 55 сантиметрдің қосындысының мәні 90 сантиметр. Ал енді 90 сантиметр мен 48 сантиметрдің айырмасы қалай есептелінеді екен? Шамаларды жазып қоямыз. Яғни 0 бірліктен 8 бірлік азайтылмайды, иә? Балалар, еске сақтаймыз. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты әрбір тор көзге дұрыс жазамыз. 10-нан 8-ді азайтамыз 2. Біз 9 ондықтың 1 ондығын 10-ға қарыз бергенбіз. Енді мұнда 8 ондық қалды. 8 ондықтан 4 ондықты азайтқанда бізде неше ондық қалады балалар? Дұрыс айтасыңдар, 4 ондық қалады. Яғни 90 сантиметр мен 48 сантиметрдің айырмасы 42 сантиметр болады екен. Естерімізге түсіріп қайталап аламыз. Ал енді дұрыстығын тексергенде қалай тексереміз? Мәннен бірінші қосылғышты болмаса екінші қосылғышты азайтып тексергенде, яғни 90 сантиметрден 35 сантиметрді азайтқанда 55 сантиметріміз шығу керек. Ал енді азайтуды қосумен тексереміз. 42 сантиметрге 48 сантиметрді қосқанда 90 сантиметр. Қосу мен азайту өзара кері амалдар. Балалар, логикалық ойымызды дамытып алайық. Қай баланың добы торға түсетінін анықтап алайық. Сапта қатарда бірнеше бала волейбол добын торға түсіру керек. Қай баланың өрнегі осы торға тура түседі екен? Мұнда қараймыз балалар. Қатарда 7 бала тұр. Бірінші баланың өрнегі 37 мен 23-дің қосындысы. Екінші баланың өрнегі 80 мен 17-ның айырмасы. Үшінші баланың өрнегі 60 пен 23-дің мәні қанша болады? Яғни әрбір өрнектің мәнін тауып, торға қай баланың мәні 37 болса, өрнегінің мәні сол баланың добы түсті деп есептейміз.
Олай болса есептеп көрейік. 37 мен 23-тің қосындысының мәні, дұрыс айтасыңдар, 60. 80 мен 17-нің қосындысының мәні, 63. Ал енді үшінші допты лақтырған бала, 60 пен 23-тің айырмасы 37. Сонымен үшінші допты лақтырған баланың добы торға тура түсті. Өйткені үшінші бала шешкен өрнектің мәні неше болды балалар? 37. Яғни үшінші бала жеңімпаз болды бізде. Ал енді төмендегі 4 баланың жауабында есептеп көрейікші. 70 пен 13-тің мәні неше болады? 57, дұрыс. 90 мен 14-тің өрнек мәні айырмасы 76, дұрыс. 44 пен 26-ның қосындысы, дұрыс айтасыңдар, 70. 28 пен 12-ның қосындысы 40. Өте тамаша балалар. Жылдам шапшаң есептей алдыңдар. Есептің қысқаша шартына назар салып, есепті шығарайық. Спорт үйірмесінде 7 қыз және одан 3 артық ұл бала қатысқан. Спорт үйірмесіне неше ұл бала қатысты? Есепте не белгілі, не белгісіз балалар? Есеп кімдер туралы? Дұрыс, қыздар мен ұлдар туралы. Қыздар белгілі, ұлдарды анықтауымыз керек. Есептің сұрағын тағы да бір оқып алайықшы. Спорт үйірмесіне неше ұл бала қатысты? Енді, яғни 7 мен 3-тің қосындысы спорт үйірмесіне 10 бала қатысты. Балалар, теңдеу шешіп өткен. Теңдеу дегеніміз не, балалар? Есімізге түсірейікші, теңдеу дегеніміз не еді? Құрамында белгісіз саны бар теңдік. Қаны бірінші теңдеуде не белгісіз? Ол үшін біз нені еске түсіруіміз керек? Қосудың компоненттерін. Дұрыс айтасыңдар. 23 қосылғыш, Y қосылғыш, 88 қосындының мәні. Яғни бізде не белгісіз? Екінші қосылғыш белгісіз. Белгісіз қосылғышты табу үшін не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. Қосындының мәнінен белгілі қосылғышты не істейміз? Азайтамыз. Y нешеге тең болды? 65-ке. Енді тексеріп көрейік. 23-ті жазамыз. Y-тің орнына 65-ті жазамыз, дұрыс, мәні 65-ке тең болды. Қосындының мәні 88. Енді сынап көрейік. 23 пен 65-тің қосындысының мәні 88. Яғни 88 тең 88-ге. Яғни біздің қосылғыштың мәнін біз дұрыс таба алдық. Екінші теңдеуге назар аударайық. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде де белгісіз қосылғыш, екінші қосылғыш екен. Тура екі теңдеудің де шығарылу жолы өте ұқсас екен. Тексеріп аламыз өзімізді. Дұрыс, балалар. Ал егерде осы жерде бірінші қосылғыш белгісіз болған жағдайда не болар еді? Ол жағдайда да қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайта алатын едік. Тамаша, балалар. Заңдылықтарды ауызша және қатардағы тағы 3 заңға жалғастыр дейді. Балдар, футбол добының бейнеленген сандарды, топтағы бейнеленген сандарды оқиықшы. 27, 33 және 39. Осы жерде қандай заңдылықтар болып тұр? Оны қалай анықтаймыз?
Дұрыс айтасыңдар. Азайту амалы арқылы 39-дан азайтамыз 33-тен 6, 33-тен азайтамыз 27-ні. Тамаша, 6. Яғни келесі санға 39-ға біз қаншаны қосады екенбіз? 6-ны қосады екенбіз. 39 мен 6-ның қосындысы 45, дұрыс. 45-ке енді дұрыс айтасыңдар. 51. Келесі 57. Ал екінші қатарға қараймыз. 71, 61, 51. Ары қарай тағы да үш санға заңдылықтарды жалғастырайық. Яғни бұлар кеміген екен. 71-ден 61. 10. 61-ден 51-ді азайтсақ 10. Енді 51-ден 41-ді азайтады екенбіз. 51-ден 10-ды азайтсақ 41. 41-ден 10-ды азайтсақ 31. 31-ден 10-ды азайтсақ 21 болады екен балалар. Жауабымызды тексерейік. Жарайсыңдар балалар. Өрнекті толық жүздіктермен есептейміз. Дұрыс. 8 жүздік пен 5 жүздіктің айырмасы 3 жүздік, яғни ол 300. 600 пен 400-дің қосындысы дұрыс. 1000. 1000 балалар неше таңбалы сан еді бізде? Дұрыс, 4 таңбалы сан. 500 пен 500-дің қосындысы 1000. 200 пен 600-дің қосындысы дұрыс. 400-дің қосындысы, кешіріңдер балалар. 200 пен 400-дің қосындысы 600. 800 пен 300-дің айырмасы 500. 1000 мен 200-дің айырмасы 800. Жарайсыңдар балалар. Рахмет сендерге. Есептеуде өте шапшаңдылық танып жатқан боларсыңдар. Жауабымызды тексеріп көрейік. Балалар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Баған түрінде жазып есептей аламын. Дұрыс па балалар? Тамаша. Есептің қысқаша шартын құрастыра аламын. Есеп шығара аламын. Толық жүздіктерді қосып азайта аламын. Теңдеу шеше аламын. Өте балалар, тамаша. Рахмет, сабаққа қатысқан белсенділіктерің үшін өте тамаша деп бағалай аламын.